Сәлеметсіздер ме, құрметті кітап сүйер қауым. Сіздердің назарларыңызға Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасының оқу залындағы Қазақстанның жас жазушыларының еңбектерін насихаттау үшін және оқырмандарымызды жақынырақ таныстықта болу үшін қойылған жылдық әдеби көркем журналдардағы Қазақстанның жас жазушылары атты бейнешолуымызды ұсынамыз. Кітап көрмесінен сіздер журнал беттеріндегі және кітаптардағы Қазақстанның жас жазушыларының жүректен жарып шыққан өлең жырларын кездестіре аласыздар. Соның бірі Біржан Ахмер. Біржан Ермекұлы Ахмер 1993 жылы тамыз айының 23 жұлдызында Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Ақтоғай бекетінде дүниеге келген. Ол дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, педагогика ғылымдарының магистрі. Қаламгердің Тамыз таңы, көзіңдегі көктем жыр жинақтары, сондай-ақ балаларға арнаған 5 асыл іс атты танымдық кітабы жарық көрді. Біржан Ахмер сарғаятын біздегі жүрек екен. Қоңыр күз көше тұманды, асықты тағы көпшілік, тіленші шырқап мұңланды, түрәлі тоңып бет суып, ешкімге ешкім қарамай, ешкімді ешкім елемей, өтеді жанай жағалай, өтеді солай жебемей, сүйеді ол да өмірді, күйеді ішкі дертіне, бағады және көңілді, қарамай жалын өртіне, шырқайды блюз жазды, аспаптың дауысын құбылтып, көшені шарлап саз мына, тұратын бәрін ұғынтып, кім қарар мынау көңілге, бұрышта бүрсіп қалар жан, бәрі де қымбат өмірде, адамның жаны ғана арзан. Тәуелсіз елімізде талантты жастардың қатары көбейіп келеді. Солардың дағы бірі Еділбек Медетұлы Дүйсенов. Ол 1998 жылы 30 мамырда Маңғыстау облысы Түпқорған ауданында дүниеге келген. Топтама өлеңдері мен аударма мақалалары ұжымдық жинақтарға республикалық баспасөз беттерінде жарық көріп жүр. Жазушының жаз, ұлыстың ұлы күні, менің мектебім, ауыл, дала, күмән деген және тағы да басқа өлеңдері бар. Ай арылттым, жыл жеңілттім жол қарап, тұнжырайды төбемдегі ай қорғалап, қара тасқа тамып жатыр тағдырым, жапырақтың жанарынан сорғалап. Жапырақтай жүрегің бар гүл еркем, өзіңді ойла, мені қойшы күнелтем, балпаң басып балағына сүрініп, күз келеді күн ертең. Мұңды тыным, түн күпінің ілгегі, шешілмепті, ашылмапты бүрлері, жұлдызы жоқ, небір буаз айы жоқ, сонша соқыр түнбеді. Сарсылтты ғой, қашан атпақ таңсығыр, 41 тас санап отыр балшықыр, тылсым тұнған таңдайына түнектің, тамып кетті тамшы нұр. Бейнежол туралы ақпаратты оқу залындағы кітап көрмесінен, сонымен қатар QR-код арқылы жүктеп танысуға болады. Кітапхананың сайтынан да тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет.